Қазақ тілі пәні сабақтың тақырыбы амоним дегеніміз не? 68-ші сабақ. Бүгінгі сабақта амоним сөздерді ажыратуды үйренесің. Қайталайық. Сөз дегеніміз не? Антоним сөздер дегеніміз не? Синоним сөздер дегеніміз не? Сөз дегеніміз заттың, санның, сынның, қимылдың атауы болып табылады. Антоним сөздер дегеніміз мағынасы қарама-қарсы сөздерді айтады. Мысалы, ақ, қара, арзан, қымбат. Синоним сөздер дегеніміз тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әр түрлі сөздерді айтады. Мысалға, әдемі, көрікті, сұлу. Ал енді дыбысталуы бірдей, бірақ білдіретін мағыналары әр түрлі сөздерді амоним сөздер деп атайды. Мысалы, алма жеміс, немесе алма қимыл атауы. Сен оны алма. Мысалы, түс сөзінің екі мағынасы бар. Бірінші суретте қарап тұрғандарыңдай, ол адам ұйықтап жатқанда әртүрлі түстер көруі мүмкін. Екінші жағдайда, екінші мағынасы, яғни әртүрлі түстер. Олар әртүрлі болуы мүмкін. Қызыл, жасыл, қара, сары деген сияқты. Келесі сөз ол жүз. Жүз сөзінің де екі мағынасы бар. Яғни жүз саны және адамның жүзі. Яғни адамның жүзі оның қандай көңіл күйде екенін білдіреді. Қуанышты, ашулы, ренжулі. Дана, амоним дегеніміз не екенін білесің бе? Дыбысталуы бірдей, мағынасы әр түрлі сөздер амонимдер деп аталады. Мысалы, түс сөзі амоним. Себебі бұл сөздің бірнеше мағынасы бар. Түс ұйқы кезінде көрінетін елес, түс көру. Түс жоғарыдан төменге түсу мағынасындағы қимыл атауы, немесе бояу түстерін білдіреді. Ақ, сары, көк, тағы да басқалары. Жарайсың, түріп жең, күресте жең сөйлемінің ішінен қай сөз амоним болатынын тауып көрші. Жең сөзі. Дұрыс айтасың, жең сөзі амоним болады. Бұл сөз қандай мағыналарда қолданылып тұр? Түріп жең дегенде, жең киімнің иықтан қолдың білезігіне дейін жетіп тұратын бөлігін білдіреді. Ал күресте жең дегенде, жең оз, жеңіп шық мағынасында қолданылып тұр. Дұрыс. Ал тапсырмада қой, айна, табын суреті берілген екен. Осы сөздердің қайсысы амоним бола алады? Қой сөзі. Қой төрттілік атауы және қой қимыл атауы. Дұрыс, жарайсың Дана. Мәтінді тыңда. Аяқталмаған ойын. 22-ші жаттығу 13-ші бет. Ауылдың шеті. Қарлы төбешікке су құйылып, сырғанақ жасалған. Бірнеше бала сырғанақ теуіп жүр. Ағайынды Ақан мен Асан екеуі бір шанаға отырып, төбеден төмен зымырайды. Шананың алдына Асан отыратын. Ол абайсызда шанадан айырылып қалды. Бос шана алысқа барып, бірақ тоқтады. Ақан, сен барып шананы алып кел, деді Асан. Мен бармаймын, шанаға ие бола алмаған өзің, сен бар, деді Ақан. Жоқ, сен барасың, сен менен кішісің, деді Асан. Бармаймын, үлкенмін деп жұмсай бересің. Сөзі өтпеген Асан ашуланып төменге түсті. Шананы сүйреткен бойы үйіне қарай бет алды. Ақан не істерін білмей төбе басында таңырқап тұр. Тіл табыса алмаған Ақан мен Асанның ойыны осылай аяқталмай қалды. Бұл мәтінде Асан мен Ақанның келіспеушілігі туралы. Себебі екеуі бір-біріне қырсығып, ойынды аяқтамай қалды. Енді осында қарамен жазылған сөздердің антонимін тауып көр. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазып, 23-ші жаттығуды орындаймыз. Берілген өлеңді көшіріп жаз. 26-шы жаттығу
15 бет. Суреттегі зат атауларының екі мағынада қолданып, сөйлем құрап жаз. 25 жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз.